Қайырлы күн, сіздермен бүгін пиццаның 5 түрлі рецептісімен бөлісемін. Соус жасау үшін осы сосабилиді қолданамыз. Пиццамыздың жақсы шығуы сырды дұрыс таңдауымызда. Сыр 40%-тен төмен болмауы керек. Пиццамызға ерекше дәм беретін орегано дәмдеу үшін міндетті түрде қолданыңыздар. Және де шампиньон. Және де тестамыздың дұрыс шығуына таразының болғаны абзал. Формамыздың әртүрлілігіне қарай тестамызды өлшейтін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Одан кейін сүтімізді құямыз, міндетті түрде жылы болсын. Тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз, қантымыз бен тұзымыз еру керек. Ашытқымызды саламыз үстінен. Жақсылап араластырып шығамыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып илейміз. Бірден көп салмаңыздар, тесталарыңыз дұрыс шықпай қалады. Илеп болдық. Енді бетіне азғана сұйық май жағып, пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап көтерілу керек. Мінекей көтерілді. Тағы 1 рет басып қойсаңыздар болады, сонда өте жұмсақ болады тесталарыңыз. Сіздердегі пицца пісіретін табаларыңызға қарай өлшеп аламыз. Мендегі қалған тестаны холодильникке қойып қойдым. Енді пиццамыздың соусын жасаймыз. Қызып тұрған табамызға құямыз да су тартылғанша қайнатамыз. Оттың асты ақырын болу керек. Және де орегано приправасын міндетті түрде қосыңыздар, ерекше дәм береді. Және де ащы болса 1,5-2 ас қасығымен қант қосыңыздар, дәмін міндетті түрде көріңіздер. Мінекей осылай суы тартылуы керек. Пиццаларыңыз әдемі шықсын десеңіздер, табаға пісірсеңіздер болады, болмаса міндетті емес. Және де тестамыздың ортасы жұқа болу керек, шет-шетіне бортикке жасаймыз. Мен пищевой пленка қолдандым. Оны қолданбай ғана ұн сеуіп жасасаңыздар да болады. Соусымызды құямыз, 2-2,5 қасық. Жақсылап жағамыз. Сырды ортасына саламыз. Себебі піскен кезде сыртқы жаққа қарай жайылып кетпес үшін ортаға салыңыздар. Тауығымызды саламыз. Қызып тұрған пеште 250 градуста 5-7 минут пісіреміз. Екінші пепперони пиццасын жасаймыз. Видеодағыдай ортасын жұқартамыз. 2 қасық соусымызды құйып, жағып шығамыз. Сырымызды себеміз. Формаға салмайда домалақ қып жайып жасасаңыздар болады.
Салмамызды саламыз. Қызып тұрған пеште 250 градуста 5-7 минут пісіреміз. Үшінші пиццамыз. Билігіңіз болмаса, майонез бен кетчупты қолдансаңыздар болады, бірақ біздің осы соусымызбен пиццамыз өте ерекше болып шығады. Үстіне орегано приправасын себеміз. Мінекей дайын. Рецептім ұнаса, лайк басып тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Тағы да арнамнан қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап салатын боламын.